Саламатсыздар балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақтың қозғалмалы ойындары. Сабағымызды бастамас бұрын дене қызу жаттығуларын жасаймыз. Дене қызу жаттығулар үшін қалыпты жағдай тұрамыз. Қалыпты жағдай дегеніміз аяғымыздың арасы алшақ, қолымыз белде. Басты оңға қарай 2 рет, солға қарай 2 рет айналдырамыз. 1, 2, келесі жақта 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз. Басты оңға, солға, алға, артқа бұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз оң қол жоғары, сол қол төмен. Кері созыламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Қолымыз кеуде тұсында кері созыламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Оң қолымыз жоғары, оң жаққа сол жаққа майысамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Санақ бойынша белді оңға 2 рет, солға қарай 2 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Аяғымызды алшақ ұстап, қолымызды аяқтың ұшына тигіземіз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Аяғымызды алға қойып, созыламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Отырып тұру. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Оқушылардың ой өрісін жетілдіру, ептілікке, әділдікке, ұйымшылдыққа тәрбиелеу, өз халқының асыл мұраларын бойына сіңіріп, кейінгі ұрпаққа жеткізу. Құрметті оқушылар, қазақтың ұлттық ойындарының саны өте көп. Суретте ұлттық ойындардың бірнеше түрі көрсетілген. Халқымыз ойынды тәрбие құралы деп таныған. Ойынның тәрбиелік маңызы баланы зеректікке, білгірлікке баулу. Бабаларымыз ұлттық ойындар арқылы ұрпақтарын асыл қазыналарын құрметтеуге, батылдыққа, мергендікке, өжеттікке тәрбиелеген. Сөздік қорларын байытуға тырысқан. Қазақтың ұлттық ойындары тақырыпқа өте бай және сан алуан. Бүгінгі сабағымызда асық ойындарының ішінен 5 асық ойынын үйренетін боламыз. 5 асық ойыны 13 кезеңнен тұрады. 5 асық ойыны 13 кезеңнен тұрады. Мынау бірінші кезеңі бірлік деп аталады. Баста кәнекей. Асықтар шашқан кезде бір-бірден жинаймыз, жеке-жеке қоямыз. Және де қойған кезде асықтар бір-біріне тимеу керек. Сақаны соңында қоямыз. Бірінші кезең аяқталды. Екінші кезең. Баста бұл кезеңде сақаны алу арқылы асықтарды екі-екіден қағамыз. Денеге тимеу керек. Асықтарды жеке-жеке қоямыз. Соңында сақаны қоямыз. Үшінші кезең. Бұл үштік деп аталады. Бірінші 3 асық қағып аламыз. Жеке қоямыз. Соңынан 1 асық қағамыз. Сосын сақаны қоямыз. Сақаны, өздеріңіз көріп тұрғандай, бізде қара түске боялған сақаны бүкіл ойын кезеңінде пайдаланамыз. Бір-ақ асық қағамыз. Төртінші кезең. Төрттік деп аталады. 4 асықты бірге қағып аламыз. Асықтар жерге қоямыз қолдағы, соңында сақаны қоямыз. 5-ші кезең. Бесік деп аталады, немесе жалақ деп аталады.
Баста. Көрдіңіздер ме? Енді асықтар жерге қояды тағы да, сақаны соңында қояды. Бұл бізде 5-ші кезең аяқталды. Келесі кезең 6-шы кезең. Алақан деп аталады. Асықтарды шашамыз бірінші. Алақанды қоямыз. Алақанды қойған кезде, асықтарды қойған кезде саусақтар қозғалмау керек. Асықтарды алақанға жинаймыз. Баста. Соңында сақаны қоямыз. Асық түсіп кетпеу керек. Бұл 6-шы кезең. Ендігі 7-ші кезең. 4 бұрыш деп аталады. Асықтардың ара қашықтығы 15-20 сантиметрге құрылады. 4 бұрыш. 4-еуін бір қағып аламыз. Қоямыз асықтарды. Жеке-жеке сақан соңында қоямыз. Бұл 7-ші кезең. Ендігі 8-ші кезең. Ауыстырмақ деп аталады. Асықты иіріп шашу арқылы сақан аламыз. Асықтарды алған кезде асықтар бір-біріне қол асықтарға тимеу керек. Қолымыздағы асықты ауыстырамыз. 4 асық жинадық, енді 4 асық бір жолаға қояды. Асықтарды қояды, сосын сақаны қояды. Бұл 8-ші кезең. Ендігі 9-ші кезең үндемес деп аталады. Асықтарды шашамыз, сақан аламыз. Ойыншы сөйлемеу керек. Асықтар жәнеті тимеу керек. Тарсылдатпай алып шығу керек. Бұл 9-ші кезең үндемес деп аталады. Енді келесі кезең 13-ші кезең. Сарт-сұрт деп аталады. Қарама-қарсы ойынға. Сақан алу арқылы асықтарды бір-біріне тигізіп тарсылдатамыз. Бұл 13-ші кезең аяқталды. Келесі кезең 11-ші кезең қашу деп аталады. Асықтарды иіріп шашамыз, кең тастаймыз. Сақан алған кезде асыққа тимеу керек. Баста. Қарсы еміземіз. Асықтар жеке-жеке қоямыз. Қойған уақытта асықтар бір-біріне тимеу керек. Жаттығу аяқталды. 12-ші кезең. Нәби деп аталады. Саусақтан көпірше жасаймыз. Сақан аламыз. Көпіршеден өткіземіз қолдың астынан. 4 асықты өткіземіз бірінші. Қолдың сыртынан сақаны тастау арқылы оны да өткіземіз. Саусақты жабамыз, ашамыз. Көрдіңіздер ме? Бұл 12-ші кезең. Соңғы кезең. Бұл ұпай алу деп аталады. Егерде әрбір асық 10 ұпайдан есептеледі, ойын 100 ұпай жинағанша дейін жалғасады. Егерде кім қарама-қарсы отырған ойыншы бірінші 100 ұпайды жеңетін болса, сол ойыншы жеңіске жетеді.